Бүгінгі сабақта біз Ньютонның бірінші заңына байланысты көріп отырғанымыздай 4 түрлі тұжырым келтірілген. Осы тұжырымдардың қайсысы дұрыс немесе қайсысы қате, соны талдайтын боламыз. Бұлардың ішіндегі бірінші тұжырымға сәйкес, егер денеге әсер ететін қорытқы күштің шамасы нөлге тең болса, онда ол дененің жылдамдық векторы өзгермейді дейді. Келесі, екінші тұжырымға сәйкес, денеге әсер етуші теңгерілмеген күш әрдайым дене жылдамдығының шамасына әсер етеді дейді. Яғни бұл да бір қызық тұжырым екен. Келесі үшінші тұжырымды қарап көрейік. Үшінші тұжырымға сәйкес, біз күнделікті өмірде байқап жүрген бастапқыда қозғалыста келе жатқан дене тоқтай алу тенденциясына ие. Өйткені ол денеге теңгерілмеген күштер әсер етеді дейді. Енді соңғы төртінші тұжырымға қарайтын болсақ, төртінші тұжырымда бізге айтады, денеге әсер ететін теңгерілмеген күш әрдайым ол дененің бағытын өзгертеді дейді. Енді осы тұжырымдарды рет-ретімен талдай отырып, қайсы тұжырымның дұрыс немесе қайсы тұжырымның қате екендігіне көз жеткізетін боламыз. Бірінші тұжырымға сәйкес, егер денеге әсер ететін қорытқы күштің шамасы нөлге тең болса, онда ол дененің жылдамдық векторы өзгермейді дейді. Яғни бұл тұжырым дұрыс болып есептелінеді. Оны біз екінші бір тұрғыдан Ньютонның бірінші заңының екінші бір түрлендірілген формасы деп те қабылдасақ болады. Енді осы тұжырымның дұрыс екендігін біз мысал арқылы көрсетіп көрейік. Бізде ашық кеңістікте, яғни ғарышта қандай да бір дене бар болсын, және де осы дене белгілі бір жылдамдықпен қозғалып келе жатыр. Яғни бірінші тұжырымға сәйкес, денеге әсер ететін қорытқы күш нөлге тең болса, онда ол дененің жылдамдық векторы өзгермейді дейді. Бұл деп отырғанымыз, осы денемізге ешқандай да күш әсер етпесе, яғни ашық кеңістікте ғарышта, бұл жерде біз гравитациялық күшті жоқ деп қарастырамыз, және де бұл ашық ғарыш болғандықтан ол жерде ауа болмайды, вакуум болады, сондықтан да ауаның да кедергісі жоқ болып есептелінеді. Яғни бұл дененің қозғалысын тоқтатуға әсер ететіндей, яғни кедергі жасайтындай ешқандай да күш болмағандықтан, ол дене өзінің жылдамдық векторын өзгертпейді. Яғни жылдамдық векторы өзгермей, осы бағытта қозғалысын жалғастыра береді. Яғни біз осы мысалдан бірінші тұжырымның дұрыс екендігін байқаймыз. Енді келесі екінші тұжырымға көшейік. Екінші тұжырымға сәйкес, денеге әсер етуші теңгерілмеген күш әрдайым дене жылдамдығының шамасына әсер етеді дейді. Яғни бұл жердегі кілт сөз жылдамдықтың векторы емес, жылдамдықтың шамасына әсер етеді деп отыр. Егер бұл жердегі тұжырым бізде айтылған болса, теңгерілмеген күш дене жылдамдығының векторына әсер етеді деп айтылса, онда біз бұл тұжырымды дұрыс деп қабылдайтын едік. Бірақ бұл жерде дене жылдамдығының шамасына әсер етеді деп айтылғандықтан, бұл тұжырым бізде қате болып есептелінеді. Яғни бұл жерде бізде жылдамдық векторы мен жылдамдық шамасы бұл екі түрлі ұғымдар. Яғни жылдамдықтың векторы оның тікелей бағытын сипаттайтын болса, бұл жылдамдық шамасы, яғни дененің ол қандай жылдамдықпен қозғалып келе жатқандығын білдіреді. Яғни жылдамдықтың шамасына әсер етеді деп отырған, ол жылдамдықтың сан мәні өзгереді дегенді білдіреді. Бұл тұжырымның дұрыс емес екендігіне көз жеткізу үшін біз келесідей мысалды қарастырып көрейік. Біз елестетейік, бізде мұз айдыны бар. Осы мұз айдынының үстінде сырғанап жүрген мәнерлеп сырғанаушы бар. Және де біз осы мұз айдынына төбесінен тік төмен қарай қарап тұрмыз деп елестетейік. Яғни бізде бұл жерде мәнерлеп сырғанаушының басы төбесінен қараған кезде бұл бізге нүкте сияқты болып көрінеді. Осы мәнерлеп сырғанаушы оңнан солға қарай мұз үстінде қозғалып келе жатыр. Және де осы сырғанаушы оңнан солға қарай қозғалыс жасау барысында бекітілген арқан бар болсын, осы арқаннан ұстап қалды деп елестетейік. Осы жағдайда осы мәнерлеп сырғанаушының қозғалыс бағыты өзгереді. Яғни ол басында оңнан солға қарай түзу қозғалып келе жатқан болса, осы бекітілген арқанды ұстағаннан кейін оның қозғалысы осындай бір бағытта жалғаса береді. Және де бұл мәнерлеп сырғанаушы осы арқанды жібермейінше, ол осы шеңбер бойымен айналып
қозғалысын жалғастыра беретін болады. Егер ол осы нүктеге келгенде арқанды жіберетін болса, ол оның қозғалыс траекториясы әрі қарай осылай түзу болып қозғалысын жалғастыра береді. Яғни біз осы мысалдан көріп отырғанымыздай, бұл жердегі денеге әсер етуші теңгерілмеген күш деп отырғанымыз осы жағдайдағы мәнерлеп сырғанаушының бағытын өзгертуге себебін тигізіп тұрған осы арқанның керілу күші. Осы арқанның керілу күшінің әсерінен бұл мәнерлеп сырғанаушының жылдамдық векторы өзгерді, яғни жылдамдығының бағыты өзгерді, бірақ жылдамдығының шамасы өзгерген жоқ. Сондықтан да біздегі бұл екінші тұжырым қате болып есептелінеді. Енді осы тұжырымға байланысты тағы да бір мысалды көрсетейін. Бұл мысал дененің центрге тартқыш үдеуіне байланысты. Бізде қандай да бір планета бар болсын. Бұл маңызды емес, қандай планета екендігі. Мысалға, жер планетасы таба алатын болсақ, осы жер планетасының серігі бізде ай болып есептелінеді. Яғни ай жерді шеңбер бойымен айнала қозғалады. Яғни бұның осылай шеңбер бойымен айналып қозғалуына әсер ететін теңгерілмеген күш бұл жердің тартылыс күші болып есептелінеді. Яғни жердің тартылыс күші осы айды жерді шеңбер бойымен айналып қозғалуға мәжбүрлейді. Егер теңгерілмеген күш ол дененің тек жылдамдығының шамасына ғана әсер ететін болса, онда бұл жердегі жер серігінің бағыты өзгермейтін еді, ол тек жылдамдығының шамасы ғана өзгеріп, ол шеңбер бойымен емес, түзу сызықты қозғалысын жалғастыра беретін еді. Ал біз өмірде байқаймыз, жасанды жер серігі немесе ай белгілі бір уақыт өткеннен кейін ол осындай бір жерге қозғалыс жасайды. Бұл жердегі жылдамдық векторларының шамасы әрдайым бізде өзгеріп отырады. Қорыта айтқан кезде бұл жердегі жер серігі теңгерілмеген күштің әсерінен оның жылдамдық векторы бізде өзгеріп отыр. Яғни теңгерілмеген күш деп отырғанымыз осы жағдайдағы жердің айға әсер ететін тартылыс күші болып есептелінеді. Ал бұл жердегі өзгеріп отырған шама жылдамдық векторының бағыты өзгеріп отыр. Яғни ай бізде түзу емес, ол шеңбер бойымен айналып қозғалады. Яғни айналып қозғалды деп отырғанымыз оның жылдамдық векторының бағыты өзгерді дегенді білдіреді. Ал біз білетініміздей, жер серігі ол жерді тұрақты жылдамдықпен қозғалады. Яғни оның дене жылдамдығының шамасы өзгеріп отырған жоқ. Сондықтан да біз айтамыз, екінші тұжырымға сәйкес денеге әсер етуші теңгерілмеген күш бұл әрдайым дене жылдамдығының шамасына әсер етеді деген тұжырым қате болып есептелінеді. Енді үшінші тұжырымға келетін болсақ, біз күнделікті өмірде байқап жүрген бастапқыда қозғалыста келе жатқан дене тоқтай алу тенденциясына ие, өйткені ол денеге теңгерілмеген күштер әсер етеді дейді. Бұл тұжырым бізде дұрыс болып есептелінеді. Яғни ол тұжырымның дұрыс екендігіне көз жеткізу үшін келесідей мысалды беріп көрсетсек болады. Бізде үстел үстінде қандай да бір кітапша жатқан болсын. Енді осы кітапты мен қозғалтатын болсам, ол біз күнделікті өмірде байқап жүргеніміздей белгілі бір уақыттан кейін тоқтайды. Енді оның тоқтауына әсер етіп отырған күш бұл теңгерілмеген күш. Бұл жердегі теңгерілмеген күш деп отырғанымыз ол осы үстелдің беті мен кітап арасындағы үйкеліс күші болып есептелінеді. Яғни осы жерде пайда болатын үйкеліс күші тоқтауына әсер етеді. Яғни ол егер осылай қарай қозғалып келе жатқан болса, үйкеліс күшінің әсерінен белгілі бір уақыттан кейін тоқтайды екен. Тағы бір мысал, біз мысалға бассейнде отырып, сол судың ішінде қандай да бір затты егер қозғалысқа келтіретін болсақ, ол жердегі затымызда белгілі бір уақыттан кейін тоқтайды. Өйткені су молекулалары осы дененің қозғалысын баяулатады. Яғни қозғалыс жасауына кедергі жасайды. Яғни қорыта айтқан кезде кез келген қозғалыстағы денеге теңгерілмеген күш әсер етеді. Ол теңгерілмеген күш үйкеліс күші болуы мүмкін, немесе ауаның кедергісі болуы мүмкін, тағы да басқа көптеген дененің қозғалысын тоқтатуға әсер ететін күштердің барлығы осы мысалдағы теңгерілмеген күшке жатады. Енді төртінші соңғы тұжырымға келейік. Соңғы тұжырымға сәйкес денеге әсер ететін теңгерілмеген күш әрдайым ол дененің бағытын өзгертеді дейді. Енді бұл жердегі соңғы тұжырымды түсіну үшін біз келесідей бір мысалды келтірейік. Бізде қандай да бір дене 5 метр секунд жылдамдықпен қозғалып келе жатқан болсын. Енді осы қозғалыстағы денеге біз теңгерілмеген күш түсірейік. Осы жағдайда
дененің бағыты әрдайым өзгереді ме, әлде әрдайым өзгермейді ме, соны талқылап көрейік. Яғни біздегі теңгерілмеген күш оның қозғалыс бағытына қарай әсер ететін болсақ, теңгерілмеген күшпен, онда бұл дененің жылдамдығы 5 метр секундтан артығырақ жылдамдықпен қозғалу мүмкін, бірақ ол жердегі дененің бағыты әрдайым өзгермейді. Яғни ол солдан оңға қарай қозғалып келе жатқан болса, ол дене бәрібірде теңгерілмеген күштің әсерінен солдан оңға қарай қозғалысын жалғастыра береді, тек қана оның жылдамдығы ғана өзгереді. Яғни бұл мысалдан біз көріп отырмыз осы соңғы 4-ші тұжырымның қате екендігін. Осы дененің қозғалыс бағытына қарай күш түсірмей қояйық, қозғалыс бағытына қарама-қарсы бағытта күш түсіретін болсақ та, бұл жердегі дененің жылдамдығы 5 метр секундтан азаюы мүмкін, яғни ол дене ақырын қозғалуы мүмкін, бірақ оның дененің бағыты өзгереді дегенді білдірмейді. Сондықтан бұл жердегі денеге әсер ететін теңгерілмеген күш әрдайым ол дененің бағытын өзгертеді деген тұжырым бізде қате болып есептелінеді. Әрине ол теңгерілмеген күштің әсерінен дененің бағыты өзгеретін жағдайлар болады, екінші мысалда көрсетілгендей, бірақ бұл әрдайым емес. Яғни бұл жердегі әрдайым сөзі бізде осы тұжырымның қате екендігін көрсетеді. Яғни ол кейбір жағдайда дененің бағытын өзгертуі мүмкін, яғни ол барлық уақытта дене өзінің бағытын теңгерілмеген күштің әсерінен өзгерте бермейді екен.